Манчестер Ситиде қай ойыншы қалып, қай ойыншы кету керек? О, кішігірім шейх сезінейік өздерімізді. Родри. Родри қалу керек, әрине қалу керек. Қазір әлемнің мүмкін үздік ойыншысы, жалпы оны қазір сатса да қымбатқа кетпейді, сол себептен Родри қалу керек деген ойдамын. Хусанов. Хусанов міндетті түрде қалу керек, себебі өте жас, өте перспективті және қазір ең проблема қазір орталық қорғаушы табу өте қиын, ал Хусанов ол жалпы өзін жақсы көрсетті, соңғы сол себептен қалу керек. Рейндерс. Тиджани Рейндерс жалпы Гвардиола үшін келген ойыншы, Энцо Маресканың футболына қаншалықты дұрыс болатынын білмеймін, бірақ мен ойымша кішігірім бұл ойыншы конкуренцияны сол Родри секілді ойыншыларға жеңілетін сияқты, сол себептен Тиджани Рейндерс қазір құны жоғары болып тұрған кезде сату керек. Рубен Диаш. Рубен Диаш кезінде әлемнің үздік орталық қорғаушылардың бірі. Қазір енді Хусанов бар, Гвардиол бар, Гехи бар. Сол себептен Рубен Диашке нақты өзінің ойын, уақытын басқа бір клубтан іздеуге керек сияқты. Холланд. Эрлинг Холланд әлемнің үздік шабуылшысы, міндетті түрде бұл ойыншыны міндетті түрде сатпау керек. 200 миллион болсын, 300 миллион болсын, себебі бұндай Холланд сияқты сендерге гол алып келетін әлемде жалпы ойыншылар көп емес, сол себептен Холландты міндетті түрде қалу керек. Достар, осындай формат ұнаса, біздің арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер және лайк қойыңыздар.